Армысыз құрметті оқырман, біреудің ақысы біреуге кетпейді деп басталатын Зәуре деген оқырманның хатын назарыңызға ұсынамын. Мен біреуден айламды асырып кеттім десең, келесі күні сен де біреудің алда барбауына түсіп қалуың мүмкін. Біреуге жасаған жақсылығың да, зұлымдығың да қайта айналып өзіңе тиеді екен. Зұлымдықтың үлкен кішісі жоқ. Осы орайда мына тәмсілді оқырмандар көңіліне түйіп алса, кісі ақысын жеуден тыйылар еді көп адам. 13-14 жас шамасындағы жеткіншек мектепке барар жолда көше бойынан әмиян тауып алады. Жүрегі кірленбеген бозбала затты лезде полиция бөлімшесіне апарып табыстайды. Полиция қызметкері әмиянды ашып, зат қаладағы ең бай кісілердің біріне тиесілі екенін анықтайды. Телефонына хабарласып, жоғалған затын полиция бөлімшесінен алып кетуіне болатынын айтады. Бай бөлімшеге кірер-кірмес қаһарын төгіп, ақша түгел емес, мынау ұрлаған деп баланы жер-жебіріне жеткізіп, алғыс айтудың орнына түгін қалдырмай балағаттайды. Байғұс бозбала: «Ағатай, мен әмияныңызды ашқаным да жоқ, тапқан бойда бөлімшеге алып келдім» деп ақталады. Кісі баланың сөзін құлаққа асар емес, баланы сілкілеп, қалтасындағы азғантай ақшасында қағып алады. Оқушы бала: «Ағатай, бұл менің 4 күндік түскі асымның ақшасы, алмашы» деп өксиді. Полицияда қаланың танымал тұлғасынан мұндайды күтпесе керек. «Жарайды, мырза, затыңыз табылды, сіздер бара беріңіздер, қажет болса шақыртамыз» деп екеуін шығарып салудан басқа амалы қалмады. Рахмет естімек түгілі жала жабылып, қалтасындағы бар ақшасынан айырылған бала еңсесі түсіп мектепке жүріп кетті. Сабаққа да кешігіп келді. Тәрбие бойынша директор орынбасары да оқушының басынан сипай қоймады. Бұл балаға жығылған үстіне жұдырық болды. Жақсылық жасаймын деп жазаға тартылды. Ертесіне бала көше бойында келе жатқан. Кенет қарсы алдында біреудің жаназасы оқылып жатыр екен. Бала күтіп тұрып қалды. Кенет полиция бөлімшесінің қызметкері анадайдан баланы байқап, жанына шақырып: «Келе ғой, мына кімнің жаназасы екенін білесің бе?» деп сұрады. «Жоқ, танымаймын» деді бала. «Кеше сенімен тартысқан әмиян иесінің жаназасы» деді. «Неден қайтыс болды екен?» деп бала абдырап қалды. Жаназадан алшақтап бара жатып, еріксіз 2 кісінің әңгімесін құлағы шалды. Бірі серігіне: «Шіркін, байлығының есебі жоқ бай адам еді. Құдайдың құдіреті, осыншама дәулеті бола тұра, ажалы 500 теңгелік кофеден болды. Кофеге шашалы бөлгенін қарашы» деді. Бұдан шығатын қорытынды баланың 500 теңгесін тартып алып, сол 500 теңгеге кофе ішіп, ол өмірінің бітуіне себеп болған екен. Сондықтан ата-бабамыз кісінің ала жібін аттама деуші еді. Алла тағала ешбір адамның ақысын біреуге жегізіп қоймайды. Мұндай мысалдар менің де өмірімде болған. Жалпы менің өмірімде деп отырғаным мен өз қолыммен емес, күйеуімнің жасаған іс-әрекеттерінің арқасында талай қиындықпен күрестім. Бірақ қарап отырсам, оның да солай болуы шарт екен. Күйеуім негізі жақсы табыс табатын. Бірақ мен одан ешқашан қайдан келіп жатыр бұл ақша деп сұрамайтынмын. Ер адамның міндеті қайдан тапса да ақша тауып, отбасын асырап отырса болды ғой дейтінмін. Бірақ кейін тірнектеп жинаған ақшамызды шелектеп біреуге ұстата салған кезде ішім удай ашитын. Білмеймін ғой, оңай ақша оңай кетеді деген осы екен. Ал мен оны күйеуім маңдай термен тауып жатыр дейтінмін. Енді басымызға таяқ тиген соң, ол өзі де түсінді. Ешқандай артық ақша алмайтын болды. Біреудің еңбегін қанамайтын болды. Қазір Аллаға шүкір, бұрынғыдан аз ақша тапса да берекесі бар.
адал еңбектің қашанда наны тәтті болады екен.